Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге мен Айгерім. Бүгін өте дәмді және бір жасағаннан сәтті шығатын құймақты әзірлейтін боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны саламыз. Және оның үстіне қант саламыз. Жылы сүтімізді құйып аламыз. Ас содасын және тұзды қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Осындай көпірген масса пайда болу қажет. Енді оның үстіне бөліктерге бөліп ұнымызды қосып араластырып шығамыз. Үстіне сұйық майымызды қосамыз және қайнаған суды құямыз. Енді массамыз дайын болды. Қызып тұрған табаға майды жағып аламыз. Майды тек бір рет қана жағамыз. Енді массамызды құйып, құймақтарымызды пісіреміз. Әрине бірінші құймақ сәтсіз шығуы мүмкін, келесілері міндетті түрде әдемі шығады. Өте керемет рецепт, достар, міндетті түрде әзірлеп көріңіздер. Сіздерге ас болсын.